Ақшаны көп ойласаң, ол мүлде келмейді. Я дәл солай, себебі адам бірінші орынға құндылық ретінде ақшаны қояды. Ал негізінде бірінші орынға қандай нәрсені қою керек? Дәл осы нәрсені анықтаған кезде көбінесе өмірімізге ақша тартыла бастайды. Армысыздар достар, бүгінгі видеода осы тақырып жайлы айтатын боламыз. Сіздермен әдеттегенше Әдия Аралбай каналыма қош келіпсіздер. Егер менің каналым шын мәнінде ұнаса, міндетті түрде лайк басып, жазылып, өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Бұл алу беру заңы бойынша сіз бен біздің арамызда тамаша баланс болады. Ал баланс болған кезде айтылған тегін ақпараттың өзі сізге 10 есе 100 есе күшті әсерін беретін болады. Сондықтан міндетті түрде қолдау көрсетсеңіздер, мен үшін бұл үлкен мотивация. Ал мен бүгінгі видеоны бастаймын. Жалпы тақырып түсінікті болу үшін сіздерге бір мысалмен айтайын. Сіздерде мындай бола ма? Мысалға, сіз ойша бизнес құрастырып тастайсыз, ойша үйіңізді ремонттап тастайсыз, ойша үйіңізді салып тастайсыз, ойша күшті машинаңызды сатып аласыз. Көп жағдайларда сондай болады. Мен өмірімде де ондай ситуациялар өте көп болған. Маған бір идея келеді, мысалға, бизнес бойынша, жалпы даму бойынша мен оны ойша ойлап тастаймын да, бәрін күшті эмоция аламын да, бірақ соны жасар кезде менде уже энергия қалмайды, күш қуат қалмайды, өйткені мен оның барлығын ойша уже ойластырып жасап тастадым да. Яғни ақшаның келуі де дәл солай. Егер сіз әлі қолыңызда жоқ ақшаны шамадан тыс көп ойлайтын болсаңыз, шамадан тыс оны бірінші орынға қоя берсеңіз, онда ол ақшаның келуі екіталай болады. Неге? Өйткені ол жерде энергия көп болады. Мысалға, Вадим Зеландтың «Трансерфинг реальности» деген кітабында мынандай бір ақпарат бар ғой. Мысалға, избыточный потенциал деп айтады. Яғни избыточный потенциал дегеніміз бір нәрсеге шамадан тыс көңіліңді аудару деген сөз. Дәл сол кезде ол нәрсенің келуі қиындайды. Тіпті мысалға айтып жатады ғой, неге аффирмация, медитация кезіндегі біздің арман тілектеріміз орындалмай жатады? Өйткені біз оған шамадан тыс көп акцент қоямыз. Яғни біз аффирмацияны айтқанның өзінде біз жаңағы оған шамадан тыс көңіл күй бөлу емес, оны жеңіл жіберу. Энергия жеңіл болған сайын, оған жеңіл қараған сайын, как-то легко дейді орыстар, оның орындалуы әлде қайда оңай болады. Мен өзім өмірімде сондай нәрсені өте көп байқадым. Және әрине ол оңай емес, себебі бір нәрсені қатты қалаған кезде сен оны ойлай бересің. Сол себептен де біздің ойымыз бір нәрседе аз болған сайын, біздің барлық ойымыз осы сәтте болған сайын, оның орындалуы әлде қайда оңай болады. Тақырыпты жалғастырмастан бұрын сіздерге өзімнің медитацияларым туралы айтқым келеді, авторлық. Егер сіз өзіңізді таба алмай жүрсеңіз, егер өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді ести алмай жүрсеңіз, егер де сіз ішкі тыныштықты қаласаңыз, онда мен сізге өзімнің терапиялық авторлық медитацияларымды ұсынамын. Бұл медитация арқылы сіз мидағы бүкіл керек емес ақпараттардан босап, ішкі жан дүниеңізді естіп, шынайы қалауыңызды есту арқылы, шынайы қалауыңызды жасау арқылы, ол арқылы табысқа шығу мүмкіндігі пайда болады. Ол дәл солай жұмыс жасайды, сондықтан да міндетті түрде алсаңыздар болады. Авторлық медитациялар қымбат емес, барлық ақпарат WhatsApp номерден біле аласыздар. Сонымен қатар, егер сіздерге онлайн, офлайн консультация керек болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Инстаграм парақшамда барлық отзывтарды қарасаңыздар болады. Сонымен тақырыбымызды жалғастырсақ, ақша қай кезде бізге келмейді? Біз оны көп ойлай берген кезде, және оны құндылық ретінде бірінші орынға қойған кезде. Екінші маңызды нәрсе, құндылық бірінші орында әлемге қызмет ету болу керек. Яғни бірінші орысша сөз ұмытып тұрмын да, сол сөз анығырақ болар. Яғни бірінші намерение, ниет, одан кейін барып ақша. Яғни менің ниетім қандай, мен ол ақшаны қалай тапқым келеді. Яғни біреуге қызмет ету арқылы. Өйткені егер біз әлемде бір-бірімізге қызмет етпесек, онда бұл өмірдің құндылығы азаяды. Өйткені мысалға дәрігерлерді алсақ та, заңгерлерді алсақ та, үй жинаушыларды алсақ та, кімді қайсысын алсақ та, бізге барлық адам керек.
керек емес адам бұл дүниеде жоқ. Сол себептен де әрқайсымыз осы дүниеге, мен мысалға бүгін 4 әйелге өзін табуға, өзін түсінуге, баласын түсінуге, ақшасын табуға көмек үшін беретін болсам, психология тұрғыда менің онда бүгінгі ниетім дұрыс деген сөз, иә. Сол себептен де ниетті түзейміз және ақшаны бірінші орынға қоймаймыз. Ақша ол тек инструмент, ол біздің біліміміз арқылы келеді және әлемге қызмет етуіміз арқылы келеді. Дәл осы қарапайым бір-екі нәрсені ғана жасаған кезде бірден көп ақша болмаса да жаймен өзіңіздің энергияңыздың көбеюіне қарай табыс келе бастайды. Сол бүгінге айтарым осы. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Міндетті түрде өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сонымен қатар сіздерді консультацияда күтетін боламын. Көріскенше күн жақсы, достар.